рахмет қой дейді ғой. Маған ұнайды, негізі бар ғой. Рахмет. Тәмеге қайырлы кеш, көрісіп тұрғанымнан қуаныштымын. Байрам құтлы болсын. Құдайға шүкір, әйтеуір стендап жанрындағы Қарақалпақша үлкен бірінші концертті бүгін бастап жатырмыз. Демек, бүгін тарихи географиялық стендап. Жөнел мәрте, қош келдіңіз. Бірден жақсы жаңалықпен бастайын. Кеше жақында Қарақалпақтың милли қара үйі, қобызы ЮНЕСКО-ның мирастар тізіміне кірді. Оң болсын әмеге. Біздердің қара үй, қазір Европа бетлерде, рауажданған елдерде бар ғой, умный дом деген ғой. Свет десең, свет жанатын, не? Вентилятор деген оқты, вентилятор қосылатын деген дейді, кондиционер. Сол умный домның ата-бабасы деп ойлаймын, қара үй. Не үшін? Біріншіден домалақ, мүйіс жоқ та. Қызларың отырып қалмайды, балаларың бойдақ болып жүре бермейді. Екіншіден, бір комнатада ішінде. Әркім өзінің жайын іштен іліп алып, телефон шықламайды. Үшіншіден, ең қалған мобильный. Жер, мүлк, салығы деп кезде жинап алып, көшіп кетуге болады. Зор, әжайып. Кеше жақында Ташкентке барып қайтып айтпақшы. Қала үлкен болған сайын адамдар қатты асығыс болып жүре ме? Ташкентте метродан шыққан уақытта мен жүгіру бойынша жарыспасыланған шығар деп ойлап қалдым негізі. Кейін кітапханаға бардым, айтпақшы. Жастар түсінбейтін шығар, кітапхана деген қайтып түсіндірсем екен дейді. Қыласы. Ташкенттің кітапханаларында астен сөйлестіген қондай сыпырлап. Біздің ауылдың кітапханаларында жиналыс, ұшырасу, шайырдың туылған күні, мероприятие бәрі бола береді біздерде. Ташкентке барғаннан кейін жаңағы Бешқазанға барайық деп едім. Ташкенттің палауы өз алдына енді. Палау, ташкентский палау жеген уақытта ішінен күріш іздеп кетесің ғой, сондай ма? Андай ноқат, зірі, мірі бәрі бар ғой ішінде. Күріш жоқ. Мен айтамын, біздің ауылдың палаулары палау ғой. Шымбайдың ақмайы бар ғой. Атып просто ақмай. Шымбайдың ақмайына пісіріледі, кешір ауылдың кешірі. Даже көш самасаң болады, жаңағы сондай маза болады да. Тек астын қаспақ қылып жіберсең, неған уақытта қаспағын үстіне қойсаң, көштей болып көрінеді, главный бар ғой. Сондай. Нөкістің бір жақсы жері, нөкісті еш адаспайсың ғой. Ташкентте метродан шығып баратыр, білесең қай жерде түсірдің. Шығып баратыр, оңынан шығамын ба, шептен бе, бір кітті алжасын, кеттің ғой, ярым сағат уақытын айырыласың да. Нөкісте зорда. Адасып кеткен жағдайда көзің жұмып тұрып, любой бір маршрутқа мінсең бол, базарға барып тұста береді ғой сен. Европада жоллардың бәрі Римге апарады. Бізде әмес орайлық базарға барады. Біздердің базар бар ғой, зор ғой. Әмесі сататын болды базарда. Адреспан, әррең ұясы, құрқылтайдың ұясы, қасқырдың тісі, қасқырдың тырнағы, қасқырдың терісі. Қасқырдың әме жерін сатады, короче. Біздерде базарда затлардың бақасы оның тұрған жеріне байланысты. Мысалы, мега корзинада биік болғаннан кейін бақаларым биік болады да. Маңғыт базар орташа, прилавкада орташа ценаларда. Бізде жайма базар бар ғой еще. Вот ценалар ең төмен. Одан төмен бар. Туннель. Мен ойлаймын, бізде нөкісте Құдай қаласа метро ашылса, арзаншылық болатын шығар деп ойлаймын. Ой. Айтпақшы, кеш жақында бір тойда, айтпақшы мен той соғамын, 90-77-23-12 жазып алам. Тойда бір қосықшы қыз келді, жас қыз екен. Сол кезде көрдім жаңағы Аружан деген. Бір қарасам, қыз жігіт шпагат ашады деген ба, сондай бір қосықлар бар екен ғой. Сәл татады ма, мен ойлаймын, бір физкультура сабақта жазылған ба дедім, текст бар ғой. Енді ұнайтын шығарда өздеріне. Кейін және бір қосық бар, жаңағы ақ көйлек, кір жаға деген, Қызлар, бұзат айтайын да, сол кір жағаға сым жүрген қызлар болса, ол қыздардың вкусы да қалмаған екен дедім да мен. Қапағыма мұрақ. Бұл мен бұдан басқа бұл әзіргі хит қосылар hakkında
Бұдан артық естат айта алмаймын, себебі сахнада сөгінуге болмайды. Болмаса, жаңағыдай қосқылар көбейген сайын мен дәл баяған жақсы көріп баратпан ғой, кем-кем. Жастанамын. Свежий балыққа қарағанда копченый қымбат бізде. Жүзімнен кішміш қымбат. Но менің жасым 40-тан өтті. Бүгін менің туған күнім. Рахмет. Жасым келгеннің белгілері болады, білесіз ба? Одан хабар көретін болғанмын ғой. Әкеңді көрсететін хабарды көріп отырсың ғой. Түйірлі жаңалық жоқ бұмызда да, бірақ көресің. Жас мінгеннің белгісі тупыйды отырып киетін болғанмын. Орнынан бірден тұрған уақытта мен айланып тұрады, бірақ білдірмейсен ғой. Ойланып тұрғандай болып, деп жүріп кетесен ғой өзіңше. Жас мінгеннің белгісі андай перекрестка пешеходқа келіп қаласың ғой, андай қарасаң жасыл жанып тұрған болады светофорда, бірақ өтпейсең ендігі жасылды күтесің ғой. Сол жас мінгеннің белгісі үйде кешіп келген адаммен қосылып шай іше беретін болғанмын ғой мен. Қара шайдың жылтпасы вообще басқаша ғой, білесіз ба? Құдалықтан келген конфеттің жылтыр қағазын тырнағыңмен қайырып деп сыңғырасың, шұқылап отырасың. Жас мінгеннің белгісі тойларда фотограф келеді, кім берлі жиналасыз ба, ортада гүл бір шетке алып қойып деп суретке түсіріп жатқан уақытта мен жас мінгеннің белгісі мен қысынбай маған шығармай-ақ қой деп айта алатын маған. Жас мінгеннің белгісі пластиктің паролін сохранить етіп қойыппын ғой контактқа. Ташкенттен қайтарысына таксисткені Жизақтың перевалында мед алып кетейік дейді мамам ғой. Самарқандта обязательно 4 жүрек алмасаң болмайды ғой сен. Ташкентке барған бейкарым болса. Жас мінгеннің белгісі үйде бір баланы шақыратын болыңыз, Сарназ, Бибназ, Дәулет, ой, Рабия деп бәрінің атын айтып шығасаң ғой. Пакет көрсең керек болып қалады деп кухняға жинай беретін болған уже. Және жас мінгеннің белгісі қызымның биту сертификатын Фейсбуктың профильге қоятын болған ғой. Мақтанышым менің деп. Бұрын ашуым келеді, не бар, өзінікі емес қой, қыз алған ғой деп, өзім қоятын болған қазір. Айтпақшы, мен екінші қызым кеше жақында сертификат алды. Қазір кеше сентябрьде өз күшіменен контрактикарында 11 классқа оқуға кірді. Не үшін контрактикарында? Себебі үлкені студент қой, ол студентке қарағанда 11 классына көптеп пұл кетіп отыр да. Мен қазір біткерушілерге хайран қаламын да. Бір винеткісінің өзі шығын ғой. 4 локацияға барып суретке түседі екен ғой. Бір винеткіні 4-5 ай давамында істейді да. Не деген? 4 локация, 4 түрлі киім, 4 рет салон. Біздер қайтып түстік винеткіге. Физбоста футбол ойнап жатқан жеріне келің фотограф келген деп жинап алып келіп, екі бала көк тауарды ұстап тұрып сол жерде. Шыңғыс пен Толбайдың костюмі әмме баланың үстінде. Екі костюм елдірген сен ғой, бір винеткен. Не деген демен ақ көкірек болған екенбіз біздер, білмегенбіз ғой, біздердің уақытында детский травма деген тек жидетеректен құлағанда болады болғаны. Қазіргі яқшы 11 класслар ешкеп қой, енді кейін не қылды да оқуға кірген уақытта өз күшіменен грантик арында деп шашу беріп список қояды да, бірақ шашу беріп жинап алады ғой список қойып. Айтамын, өз күшімен кірді деп мақтанбай қойшы, 5 класстан бастап 3 пәнге таярланған ақшасын ес алпасам супер контракттан өтіп кетеді бар ғой. Конкуренция қатты қиын. Бір абитуриентке 11 вуздан түргеп тұр ғой. Абайлап жүрмесең оқуға кіріп кету қаупің бар ғой. Баяғыда еді, августта тест, 1 августта діңкеңді құртып 24-інде результат, кейін 2 сентябрь оқу. Қазір ноябрьдің 15-інде қабылдау давам етпекте. Ауылда апаға барған ғой,
сіз инновация институтына студент болу имканиятын қолға кірттіңіз деп. Апа менен сұрап жатыр ғой жаңа. Сен Нүкісте көп білесің ғой, мына мен қайсысына оқуға балалар не қылып жатыр? Ана балалар апа бұл хаммеге келеді осы. Қарым тірі болғанда оқытатын еді. Ең көп ілімге пұл жұмсайтын біздерде екен да. Кеше жақында біздің бір таныс кобальтын сатып PhD докторский жақлады. Атын айтпаймын. Фамилиясын айтып жіберейін бе деп қойды. PhD деген почти доктор деген ғой негізі. Почти доктор олар. Телефонлар безуққа қойсақ өтініш. Кейін түсірмең деп айтпай қоян, негізі түсірсеңіз мені белгілеп қойыңыз жақсы. Подписчигім аз. Заман сондай болып, подписчигіне қарап hürmet қылатын болдық қой біздер. Рас сондай. Халқым мен халқыма машина беремен деп тұрады ғой. Халқым мен деген оқтандай Александр Македонскийдің киносы есіме түсіп кетеді да. Менің әскерлерім дегендей айтады да, халқым неге ол деймін да. Яқшы блогер болсаң ғой. Просто чисто көралмаушылық қой өзімде азда подписчик. Қарақалпақша стендап деп айтып жатқаным ғой сол. Инстаграмға кірсең. Нөлден бизнес бастауды қалайсыз? Мен 18 миллион минус ұстамам, маған бірінші нөлге көтеріліп барылды үйрет. Сондай оқу курслардың ішінде мен ойлаймын, мынандай курс ашу керек пе деме. Сіздеріңіз жүріспейді па? Профессионал түрде көпшік қойды үйретеміз. Кімде ағайын тұсқалар деген телеграм группа бар? Қызық болып бастады кейінгі уақытларда. Жас мінгендікі ма? Ағайын тұсқалар деген телеграм группаның өзінің администраторы болады ғой. Har күн азында ұмытып кетпей ағайын тұсқаларға қайырлы таң деген сообщение гифлер жібереді ғой. Пазилет узудан келген тамырымен қопарып келіп ортаға тастайды ғой, білесіз ба? Түн тыныштығын тілеймен деген. Жұма мүбәрек дегендер кетіп тұрады har қилнелерден. Ешкім жауап жазбайды ғой, не? Бір күн мен Ажипа рахмет, өзіңізге де жұма. Содан бастап біздің личкиге жазатын болды жаңағы ғой. Бірақ сол Ажипаларға хаммеден бұрын мошенниктерге алданып қалмаң деген хабарларды жаны ашып хаммеге бір жіберіп шығады ғой. Таныс емес номер қоңырау етсе ал. Ажипа бізде таныс номерді алмаймыз та жібер ғой. Қарызың көп та енді. Қаптан бас жіберіп қарап отырсаң ғой. Бізден сразу таныс емес номер шығады ғой. Рахат. Алдап болсаң мен. Мүмкін тойға заказ шығар бете шарға. Жаңа номер деп қарап, ең кейінгі 4 цифрын теріп көрсең ғой. Кімдікіне ұсайды дегенде шықпайды ғой. Кім екен 3 деп сохранить етсең ғой. Кім екен 1, кім екен 2 бар өзі сенде. Кім екен 3 деп сохранить етті, ондан кейін телеграмға кіресең. Ламборджинидің суреті тұрған болды телеграмда. Солш. Бірақ ізге қайтпайсаң, удалить контакт басқан уақытта өзің ат шығады, негізі. Бір 2 айдан бір кім екендерді удалить етіп отырасыз ба? Көзің қимай, мүмкін можете кеттен деп. Инстаграмда видео жібере беретін бір танысың болады ғой. Көрмей смайлик бас жібере берсең ғой, былай. Қызық бір видео ұнап қалады өзіңе, сөйтіп инстаграмда бөліскің келеді ғой. Хамеге подряд жібере бермесең, сайлап алып жібересің ғой. IQ дәрежесіне қарап түсінеді ау дегендер теріп алып жүр. Телефонда сөйлесудің түрлері көп қой. Мысалы, мынау апай алып сөйлесу. Мынандай алып сөйлейді біреулер білесің. Білсеңіз бұрылған жерде екінші көшеді. Сразу деп барады да, туыр барады да, сөздеріне бұрылып кетпей. Бірлер баяғына простой Nokia кезінен де қолмен деп сөйлесетін еді ғой, әріптер төгіліп қалмасын деймін. Бірлер болады андай. 10 қолмен ұстап, алло деп, не деген энергия зая кетіп отыр деймін, не айтуын. Жақын жерде бір құлағың бар деп айтқым келіп тұрады олар.
телефон пайда болып бір қолмен істейтін болдық қой амизат. Бір қолмен қамыр жайып отқан келіншек көрдіңіз бе сіздер? Және сол қолмен кесет күртікті. Қалай бағырасаң келіншегің өзің. Бір қолмен бөпесін ұстайды да, наған бесікке шамаласы тұр. Бір қол зорға көтеріп жүр, күш жетпейді өзінің. Бетім түсіп кетсе, қайтып жыламайтын болады анау. Бір қолмен істейді ғой бәрін. Машинға таксистер деп қарап отырамын, бір қолмен айдап отырады деп, бір екінші қолын теріп. Мен деп гумалланып, сен аяғына қараймын да, аяғы екеу екен айтып деп, да? Торымызға үлгере алмай қалсаң да газден кейін да. Бір қолмен басын қасиетілер бар ғой жаңа. Мен екі қолмен өндіріп қассана. Жәрдем берейін болмаса. Бокста бар андай бір қолмен деп, сопернигі менсінбей чемпион ғой, бір қолмен тип жүрген уақытта анадан тип ұйқылайды ғой нокаут. Әз етіп ізге қайтарып, және көремен ғой сөйлермен ғой. Түсінбесем смайликлер жіберіп бар ғой. Батысқа қарап жатуға болмайды дейді. Болады, негізі зарядчик сияқты болса. Саған боламандай ұйқы жататын уақытта пайып кету керек еді деген бір планлар болып дүзіп жатасыздар. Ақша тауып алғанда деген бала кездегі әрман қиял ғой, бірақ сол елі бар жаңа бар ғой. Даже қандай чемодан тұрам елі сол тұрысында тұрды. Тауып алып ниет қылып жүрпен ғой енді. Үміт бар елі деп. $1 миллион болса. Бірақ мындай есаплап көрсең, аз уже балалар кейде ержет бастады деп. Есаплап көрсең жетпейді жаңа, сөйтіп қой. Яқшы 2 миллион тауып ала қойшы дейсің ғой жаңа. Ешкім білмейтін бір жол бар екен байып кетудің. Ешкім білмейді оны. Просто ешкім білмейді да. Бір ұзақ танысың, бірден шығып қаласың. Мақсат қалайсыз деп, сіз деп сөйлеп, бір ұзақ танысың, жағдай сұрасып бастаса, сразу мені қайсы компания деп сұрайтын болдым ғой. Байып кететін компания ма деп не? Сізге жүдә қолай қосымша дарамат істеуге болады деген сұлу қылып сөйледі. Мен сұлу қылып сөйлесе сенбейтін болдым уже ғой. Ұйқы жататын уақытта философ болып кетсең ғой. Криштиану Роналду миллиардер. Менен 11 жас кішкентай да. Менің 2 кредитім бар әлі. Уже поздно футболға барған мен. Яқшы хотя бір IT тарауында ма зат істегенде Марк Цукерберг миллиардер, Фейсбукты ойлап тапқан. Мен Фейсбуктың паролін қалай білуді білмей жүрмей, елі ұмытып қалман ғой өзім. Ол ойлап тапқан Фейсбукты. Миллиардер, Цукерберг десең ғой, цыға ударение берді. Цукерберг. Көре алмаушылық, бағана айттым ғой, сол көре алмаушылық қойды. Сөйт, Марк Цукербергтің финансовый состояниесін көріп кетсең Google'дан, сөйт, Марк Цукерберг туралы документальный фильмді көріп шығасың, социальный сеть деген ба. Бір қарасаң, жаңа деп тұрып, байудың жолларын үйретемін деген курсқа ағза болып отқан болсаң ғой. Білесіз бе, кейінгі уақыттар ұлыма ешкім телевизор көрмейтін болды ғой. Телевизор кемпір апаға сайды ғой, үйде тынбай сөйлеп тұрады, бірақ ешкім тыңламайды оны. Лайк баса алмайсаң, коммент жаза алмайсаң, қызық емес та, поделиться қыла алмайсаң. Ең қызық телеканал Қарақалпақстан телеканалы. Олар істенеді ғой, қызық екеніне қайталап бере береді ғой. Ассалам Қарақалпақстан. Ұйқып қалдың ба? Ассалам Қарақалпақстан түсті. Кеште ассалам Қарақалпақстан деп айтайын десе, ұялып тұр просто кеште. Хабар бағдарламасы бар ғой. Илон Маск космосқа ұшырайын деп отқанда 6, 5, 4, 3, 2, 1 музыка басыланды. Дүнияның хабарын айтып тастайтын шығар деп ойлайсың ғой, бірақ сол баяғы фермерлер қауаша тәрбиясын беріп отқан ғой. Басқа не жан қаттатты, басқа жауын жоқ алды. Журналистерім бар ғой, фермердің таярлап тұрған материалын сора қолбайды тастады ғой. Бердібайға 12 жылдан бері фермерлікпен шұғылданады екенсіз, 250 гектар жеңіс бар екен, 30 адам жұмыспен тәмінлеген, ұстар ақында айтып берін дейді ғой.
емес енді күлменге айтылған тостарға қосыламан деген содан келіп шыққан шығар деймін да мен вообще. Кегейл деген жазудың қасында пақтадыңыз білесіз ба? Бірінші ол биігіледі ғой. До конца тұрады ғой, Новый годқа дейін бар ғой. Түсіп кетсе өзі алып тұра ма деймін да, ана бар ғой анау. Ол сондай сортпен егілген ол пақта бар ғой. Айында қыстың күні пақта жоқ, не көрсетеді хабарда? Жиналысқа шеберіміз ғой біздер. Наркоманияға қарсы күрес, терроризмге қарсы күрес, ерте тұрмыс құрудың артын алу бойынша, алдын алу бойынша. Не жиналыстарын мен айтамын да. Біздер сонда Шымбайда Өтеген Сапаров мектепте терроризмге қарсы жиналыс өткізсек, Сириядағылар ұялғаннан қой деп терроризм тастап кете ме сонда? Наркомания, Қаратау бар жерде наркоманияға орын жоқ. Біздер наркотик деген зат телевизордан үйрендік қой, рас бар ғой. Мінерін қысады екенсің, білмейміз ғой. Тамырың шығады екен ғой, шприцпен салады екен ғой оны. Просто біздер білмейтіндек үйретіп жатыр өздерді. Даже бар ғой, бір қар жауып қалса, соның өзін бір передача қылып жібереді ғой бізде. Атырап, аппақ көрпе жамылған. Қар деп бастайды ғой. Анау қар ма дейсің ғой. До конца үйрету керек та оны. Қар аспаннан түседі. Мен аспаннан. Негізі ол пуланып жоғарыға көтерілген деп географияны өтіп кетсе. Мысалы, неге жаздың күні айтпайды, мысалы? Шыжғырған ыссы. Оған бір передачалық қой деймін да. Не үшін біздер хабар көрмейтін болдық? Өтіп кеткен уақиғаларды айтады да, дым қызық емес. Мен ойлаймын, енді сол хабар бағдарламасы һәм көретін дәрежеге жету үшін ертеңгі болатын хабарларды айту керек та. Мысалы, ассалаумағалейкум, эфирде Құда қаласа ертең болатын хабарлармен таныстырамыз. Ертең базарда продуктілер қымбатады. Қалай білмесең, әр Новый годта қымбатады ғой, уже алдын ала да белгілі. Бізде продуктілер қымбатып кеткеннен кейін ұялғаннан айлықтар көтеріледі ғой, ізден бар ғой қой. Кітті жетіп алып тұрайық, баланста түсіп кетпесін деп. Давам етеміз. Ертең болатын хабарлар, Құда қаласа ертең Әмудер районында география бойынша пән олимпиадасында Дұрдиева Күмшай жеңімпаз болады. Ертең болатын хабарлар. Неше жылдан бері анық болып кетір ғой, ендігі жағында да анық болатын шығар деймін да. Ертең право алып беруге уәде берген шақс $500 ақш доллармен қолға түседі. Или жер участка алып беремен деген хакім жәрдеміз. Екеуінің біреуі. Осы екі тарау слабый ұсламып қала береді ғой. Үйрету керек оларға. Құда қаласа ертең болатын хабарлар. Ауа райын енді итак хамеміз білеміз ғой, азыр Арқабатыстан секундына неше метр тезлікте самал еседі десем, хорме айтады ғой азыр әмме. Айтып көрейік бе, давай. Арқабатыстан секундына неше метр самал еседі? Көз ашықлар жиналған. Растанам, ертең болатын хабарлар. Айтса болады екен, Давам етеміз. Қыстың күні бала кезімізде басқаша болатын еді, кездер қар жауады, күн суық. Кім қыстың күні қырау жалайман деп тілі дарозаға жабысып көрді? Тарт жіберіп, сыйырылып тілің ярмы, шай шалмай, ыссы сорпай шалмай. Ұмытып кетсең ғой, тәуір болғаннан кейін, 10 күннен кейін және жабысқан, екінші мәрте опыт бар. Бала кезде сондай қызық қой. Біздің қатарлар білетін шығар, малыш деген малютка болатын еді ғой. Үкіңе деп алып қояды ғой, соны кім ұрлыққа түсіп көрді малышқа. Дейіп тұрасың көшенің басында, папа-мамаң жұмысқа кеткеннен кейін кухняға кіресің ғой. Малыш этажерканың басы кухня гарнитур деген жақында пайда болды. Этажерка ол кезде. Табуретканы алып келесің да, қоясың да, басына ана малышты ашпастан алдын қайтып тұрғанын көріп алсаң ғой бірінші.
Сен точно сондай орнына қоюың керек қой сен. Ешкім үйретпесе де білемін сен соны, иә? Сен ішінде өзінің ложкасы болады, соны толтырып тұрып аузыңа 2 қасық мал салсаң да дем алмайсың ғой. Мұрныңмен абайлап дем алсаң. Ана камерді деп бетіне жауатын ана флякке жетіп бараман дегенше бар ғой, суға. Ана мал бетон болып жабысады ғой таңлайына. Сөйт суменен ананы жібітіп, бұғаннан кейін айнаң алдына барып шеттеріндегі қалай ешкім үйретпеген табиғи деп бәрін қойшып бұғаннан кейін. Бұған емес, екінші мәрте және ұрлыққа барасаң уже сол. Сен малыш ол наркотик. Точно наркотик. Мен ана киноларда білмейміз ғой енді ананы дей жіберіп. Сол малыш деп ойлаймын мен. Кім кішкентай вақытында мамасыменен базарға барып көрді? Құласы, мамамен базарға бару ең қиыны, баста білмейміз ғой, ақ көкірек қуанып ізіне еріп барасың ғой. Мама деген Шымбайдың базарын бір шеттен базарды. Не сом картошка? 2,5. Айлам келеміз. Біздің мама уәдесінде тұрады, айлам келеді ол базары полный. Ізде еріп жүресің ғой уже. Сөйт, 2 сеткін толтырып болғаннан кейін мынандай бір сталбаң саясына келіп сені қояды. Қазір келемен деп кетеді ғой. Ана сталбаң саясы бұлай жылсамын деген тұрасаң қосылып сумкімен. Құрттырмайсың. Ана киім сатқан қасына премьершіне болып кетсең ғой. Кім? Ана баладай ғой біздің бала. Кім бергеш деп не? Самат сен кім көтеріледі ғой. Өзіңе алатындай қылып деп не? Өзіңе алатын болса сен алып кетпейді базарға. Бергелде қарсымен өлшеп алады да 2 размер үлкен әкеп береді ғой. Бірақ ана жерде біреудің баласына премьершіне болып тұрасың ғой сен. Сөйтіп ана ларектегі помидор сатып отқан апай қасына. Мынаны ұмытып кетпедім екен мамасы дейді. Естіріп сыбырлайды да. Мүмкін. Себебі үйде 9 баламыз да жалқы емес. Қазір біреу екеуді әшіреу бетіне қарап үңілген сайын анау бар ғой, ырбиғыш бір ауырғыш болып бар ғой. Ана бірінші классқа оқуға білесіз бе, термос, шайы, күрішкісі, индивидуальный қасығымен беріп жібереміз ғой. Біздер басқа шыққанда ондай жүкпен шықпадық біздер үйден бар ғой. Кен білесіз бе андай? Ешкімге айтпайтын ойлар болады ғой, ішіңнен банкоматқа барған уақытта. 200 обналичка қалды деп паролін басып 23, 12, айтып қойдым өже. Сіздер 16 цифрді айту керек еді негізі қада. Деп бас берген уақытта ана банкомат қотыланады ғой. Ррр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 rr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 
2 миллион бер жақ емес пе екен айнал деп не ұзақ санады ғой деп 450 шығады ғой сонша санағандағы ма ғой деп санағанда да болатын еді ғой оны пойызға мінгенде кешігіп мінесің ғой вокзалдан сол кезде біреулер отырған болса купеңде бір өзіңді бір қонаққа келгендей сезесіз ба ассалаумағалейкум деп әдеплі болып деп төменде деп жатқан уақытта бір апай келеді ғой ана күйеу баласы мен қызы 4 сумкасын алып келіп аяғы болды апай екінші этажға көтерілмеді уже сен түсінесің Ташкентке барған уақытта грузчиксің короче бірақ апайлармен бір купеде барған жақсы жерін айтайын ба хамме заты болды оларда первый второй кофе чай қара шай зор антен татпайтын жерде деп қарап айнадан телеграм санап отырсың ғой мындай құмлардың арасынан бір үй көріп қалсаң ғой андай құмның арасынан менде де біреулер жасайды ау я деп ауылың сағынып кетсең ғой
2025 жылы егер әуметлі жыл деп есеп алсаңыз, бір шапалақ ұрсаңыз болады. Болады? Жақсы жыл болды. Кімнің туылған күні болды 2025-те бір шапалақ ұрамыз. Нормально жақсы жыл болған дейді. Мен Құда қаласа 2026 жылдағы менің ниетлерім 2025-те орындалмай қалғандарын до конца орындау. Себебі мен оларды 2024 жылы орындайман деп 2023-тің спискісінен көшіріп алып келем. Неге кетір? Тұрақылымыз ғой біздер. Планларымызға дейді, істеу керек деген. Құда қаласа Новый год қайтып күтіп алсаң, парқы жоқ, Новый год барып келеді, ұйықтап күтіп алсаң келеді. Есікті ашып күтіп аласыздар, мұздай хауадан басқа есік кірмейді ал. Астраханда андай Цезарь, Наполеон, Европаның корольдерімен күтіп аламыз ғой. Өйтіп неге алпамыс салат, едіге торт деген неге шығармаймыз өздеріміздікін? Бар ғой. 12-ні күтіп алғаннан кейін сразу шығымсыз екі қоңсы үйінен шығады да қоңсыларды аралап кетеді ғой, бірінші бастап беретін салар болады. Nokia'дағындай құрт деген ойын бар еді ғой, сондай әр үйге кіріп шыққан сайын үлкейіп бара берді ғой жаңа. Әрқилы мантыларды жеп шалсаң олай, бастан жасыл үлкен үйінен бастасаң үлкен әмізат бар, үйі үлкен. Ең кейінде деп-деп ең шеттегі жақында келген квартирант болады ғой. 2 комнатасы біткен, 3 комнатасы фундаментімен соң үйіне барған кезде енді от души отырайық дағанса дейді ғой. Өз зорға отырған. Метрон соң үйінен бастау керек еді, ақсақалдың үйінде отыру керек еді негізі. Матвейдің бәрі сояқта қалды. Мен ойлаймын да, жылдан жылға Новый годтар қызық емес, тойларымыз үлкен сарайларда беріліп отыр, бірақ тойлар қызық емес, қайтқанша асығамыз. Ешсат қызық емес болып баратыр, неге? Бая гербішті қойып, үстіне полтақтаймен көрпешен жай жіберіп, комсомольский тойларды атқардық қой, пақтамен жазып қызық еді ғой сол. Тұратын уақытта хаммен бірге тұрамыз келісіп алып, болмаса бір міне кетті мысалы ғой. Новый годта әжіпаларымыз мынандай іспей қалғаннан өзінше бір пирожный пісіріп жаңағыдай тортқа ұсамайды ау жаңа торт деп айтамын. Бірақ 95-ші жылдар соны деймін да, бірақ әлі қандай еді ғой жаңағы. Жидетіректі безет қобызыр өтеген сапарда. Соны Новый год қызық еді ма деп ойлаймын да. Қазір әмесі бар, қызық емес. Неге тұр қызық емес расынан? Кеуіліміз толмайтын болғанда еле одан үлкен күтеміз да біріне. Одан жақсылар жоқ па екен, 17 шыққан, 18 қашан шығады екен деп очередке жазды. Мен кетіп баратыз білмеймін сол. Мен ойлаймын да, кітті қанат ету керек пе деп ойлаймын да арасында да. Мысалы, жақсы ғой азыр. Просто ойлап көріңіз, тас асырында туылып қалдың. Құдай сақлағай. Айгүл, мамыт алып білмеймін, мен негізі юморист болуым керек, мен тамада биташар қызық емес қой. Охотаға шығуым керек, қазір зорда лайк басып отырып пұл тауып қалады. Мүмкін сізге бұйырар машина деп, қалғым менің деп. Сізге жаңа бір машина мінгіземін. Ең жақсы заманда жасап отырмыз. Яқшы, ұзаққа кетпей қояйық. Бұдан 15 жыл бұрын ізге қайтып көріңіз, соған салыстырғанда ең жақсы заман қазір. Мысалы, бұдан 15 жыл бұрын Ташкентке баратын болсақ, 6 жерде постта тексеретін еді ғой. Паспортный контроль. Мөлеттен, может, басқа Түркменнің границасына өтіп кетпек екен деп, неге тексеріп жатыр? Бір Өзбекстанның ішмес пе? Бұхараның постында милициялар тексерген уақытта сен жарысқа баратсаң КВН-ге, бірақ түріңді бір өзіңнің террорист емес екеніңді бір доказать ете алмай, бір албырап, бір образға кіре алмай жатырсың ғой, бір мүләйім болып Шректегі пышықтар ғой, андай мүләйім, сондай бір образбен ярышқа баратпыз деп не жаңа қымызға. Ой. Сондай дәуірлер болды ғой деймін да, 6 жерде пост қазір Құдайға шүкір деймін да. Бұдан 15 жыл бұрын кредит дегенді ең бір шамаш жеткелер алатын болған ғой, оның 30%-ын бір шәпкі қылып тастап кетемен түсінбейсіз оны айтқанмен. Қазір Құдайға шүкір деймін да. Деп қарайсың да, басың бір тығасың болды ғой, кредит десең өзі. Бұдан 15-20 жыл бұрын Наурыз байрамы өтіп кеткен.
А, 19-ында болып кеткен ба амфитеатрда дейтін қой. Телевизордан көрсеткеннен кейін білетін қой, наурыз байрамы өтіп кеткен деп. Ешкімге айтпай деп жасырын белгілі беретін еді ғой наурыз байрамларды, Қазір не? Құдайға шүкір. Қалай сен қыз кеткеннің бойында, қалай сен вокзалдың алдында, қалай сен музейдің алдында, және 3 күн қатыра наурыз не деген деймін да. Еще недовольнымыз қой және. Сол қандай болса сондай қабыл етеді ау деген сеніммен бүгін Қарақалпақша стендап. Егер ұнаған болса, ендігіден былай айтып жүрмін, бізде де стендап бар деп. Фируза, рахмет. Бірінші құтылқа, рахмет. Уақыт тауып келген үшін рахмет. Шыдап тыңлағанларың үшін вообще рахмет. Жаңа жылда жақсы күтіп алың. Бүгінше бар осылар. Рахмет.